Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған жаратылыстану пәні бойынша ауада Архимед заңы қалай орындалады тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі оқу мақсатымыз зерттеу әдісін, таңдау себебін, оның арақашықтығы мен кемшілігіне байланысты негіздеу, алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну. Дескрипторы: Архимед заңы ауада қалай орындалатынын білесің. Ендеше, тақырыбымызға байланысты мына бейнежазбаларды тамашалауға ұсынамын. Архимед заңы тек суға ғана емес, сондай-ақ газдарға да қатысты. Мысалы, ауадан жеңіл болатын гелиймен толтырылған әуе шарлары кері итеру күшінің арқасында биікке көтеріледі. Ағынсыз немесе баяу ағысты суларда тіршілік ететін су өрмекшісінің қарнының сырты сумен дымқылданбайды. Ол тереңге сүңги отырып, қарынға жабысып тұратын жүзгіштік қорын беретін және су бетіне шығуға көмектесетін ауа қабығын өзімен бірге алып кетеді. Әуеде қалықтау тек физика заңдары білімінің арқасында ғана мүмкін болады. Архимед заңы гидростатика мен газдар статикасының негізгі заңы болып саналады. Қоршаған ортаның қалай құрылымдалғанын білу және ондағы үдерістердің жалпы ережесін түсіну адамдардың пайдалы жаңа механизмдерді ойлап табуына мүмкіндік береді. Балалар, сендер білесіңдер ме? Әуе шарының тарихы 200 жылдан астам уақытты қамтиды. Ағайынды монгольферлер жібек шардың ішіне ыстық ауа үрілсе, оның жоғары көтерілетінін байқайды. Көп тәжірибеден кейін олар 1783 жылы 5 маусымда ыстық ауаға толтырылған шарды ұшырды. Бұл шар адам баласы ұшырған ең алғашқы ұшу аппараты болып табылады. Ол 2 километр 500 метр қашықтықты ұшып өткен. Әуеде ұшу. Ауадан жеңіл газ қолданып ұшатын қандай аппараттарды білесіңдер? Сұйықтық сияқты ауада да Архимед заңы қолданылады. Оны әуе шарының ұшуынан байқауға болады. Әуе шары әуеде жеңіл ұшатын ұшу аппараты. Әуе шарының баллондары гелий немесе сутегі газымен толтырылады. Бұл газдар ауадан жеңіл. Сол себепті олар шардың әуеге көтерілуіне көмектеседі. Және шарға ауада кері итеруші Архимед күші әсер етеді екен. Ендеше ойланып көріңдерші, ай бетінде ұшу құралы ретінде әуе шарын қолдану мүмкін бе? Егер мүмкін болмаған жағдайда, неліктен мүмкін емес? Ойланып көріңдер. Есіңде сақта, ауада Архимед заңы орындалады. Сіздерге үй тапсырмасы. Зерттеу жұмысын жүргізіңдер. Целлофан қалта неге ұшады? Бұл зерттеу жұмысын үлкендердің көмегімен жасауларың керек. Ендеше осы тапсырма бойынша кері байланыс жасаймыз. Ендеше бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.